嗨，大家好，欢迎大家来到我的 YouTube 频道，我是你们的汉语老师妮可。今天我们要学习最热门的课程，那就是汉语的数字。Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сұранысқа ең көп ие болатын тақырып, яғни Қытай тілі бойынша сандарды қалай айтамыз? Осы тақырыпты бастаймыз. Осы экранда көрсетіп тұрғандай, бүгін біз Қытай тілі бойынша 1-ден 99-ге дейін үйренеміз. Бірінші сан бізде 1. И. 2. R. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Ал келесі бізде 11-ден 20-ге дейін. Сіздерге түсінікті болу үшін ең жоғар жағында 10 деген сөзбен бастап отырмын. Қытай тілі бойынша 11, 12 тура осы қазақшалап айтқан сияқты 10 деген сөздің артына жаңғы 1-ден 9-ге дейін қосып отырсаңыздар болғаны. Мысал ретінде 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 19. Ал ары қарай біз 20-дан 90-ге дейін қалай айтамыз үйренеміз. 20 деген сөз 2, 10. Яғни Қытай тілі бойынша R, 10. Мысалы 12 бізде 10 болды. Ал 20 бізде R, 10. 30 бізде 30. 40. 40. 50. 50. 90. Ал келесі біз үйренеміз 20-дан 29-ге дейін қалай болады. Мысалы 20 деген сөз мында экранда көрсетіп тұр. Ол жаңа айтқанымдай R10. Ал 21, 22 тура осы қазақша тілімен бірдей 21 деп сандарды қоса берсеңіз болғаны. Мысалы 21 R11. 22 R10. R. 23 R13. R13. 24 R14. 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 25 R15. 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 26 R16. R16. 26
27 27 27 27 28 28 29 29 ал ары қарай кете береді, 30-да, 40-да. Мысал ретінде мына жерде мен 50-ді көрсетейін, ол да бірдей. 50 деген сөз бізде 50, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 56, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 59. Бәрі-бірдей. Келесі 90. 90, 91, 92, 92, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 99, 99, 99. Ал ең соңғы экранда көрсетіп тұрған сіздерге мысал ретінде 22, 22, 34, 34, 56, 56, 67, 67, 79, 79, 88, 88, 45, 45, соңғысы 97, 97. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге менің сабағым ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.